Қан ұю механизмі. Қанның ұю механизмін қарапайым мысалмен түсіндіруге болады. Сіз ас дайындап жатырған кезде байқамай қолыңызды кесіп алуыңыз мүмкін. Нәтижесінде ұлпалар зақымдалады. Дәл осы сәтте қанның ұю механизмі басталады. Оны үш кезеңге бөлеміз. Ең бірінші активация кезеңі, яғни зақымданған аймақта тромбоциттер арнайы зат тромбопластиндерді бөледі. Екінші кезең коагуляция кезеңі басталады. Ол кезде тромбопластин кальций иондарымен әрекеттесе отырып, қан плазмасындағы протромбиндерді тромбин нәруіздеріне айналдырады. Тромбин нәруіздері өз кезегінде қан плазмасындағы еріген күйінде жүрген фибриногендерді ерімейтін фибрин жіпшелеріне айналдырады. Фибрин жіпшелері зақымданған аймақтың бойымен өтіп, сол зақымданған аймақта торды түзе бастайды. Ал қанның эритроциттері, яғни эритроцит жасушалары, осы зақымданған аймақтан өтіп, фибрин жіпшелеріне оратылады. Үшінші кезең басталады. Ол соңғы кезең ретракция деп аталады. Фибрин жіпшелері қысқарып, яғни нығыздалады. Нәтижесінде қан тоқтайды, осымен бізде қанның үшінші соңғы кезеңі аяқталады. Бұл бізде қанның ұю механизмі.